Аға, енді мынау қазақ эстрадасында ұлттық құндылығымыз қаншалықты дәріптеліп жүр деп ойлайсыз? Бүгінгі таңда ма? Иә, дәл қазіргі уақытта. Қысқаша айтсам, осыдай 25 жыл бұрын мен ұлытау тобын қолыма алып, яғни 3,5 жыл отырып оны тудым былайша айтқанда. Музыканттармен бірге. Сол былтыр 25 жылдан өткіздік. Енді қарасам, Ұлытау пайда болған жерде қазір этнопоп деген өзінше бір ағым бар. Этнорок, этнопоп, хип-хоп деген жақты ғой. Сол этнопоп жанры қазір қалыптасып, қазір домбыра ұстағандар, жетіген ұстағандар, қобызды биткендердің бәрі Құдайға шүкір. Қазір осыдан 90 жылдарды қарасаң, оның бір ұшқында жоқ болатын. Біздің эстрада тек мынандай болатын. Париж Назаров, дуэт Эль, Кирилл Ли, Алдабай деген болды, сосын немет тағы. Бублики. Қараш, бір қазақша айтатын топ жоқ ішінде. Бір! И содан кейін мен абыкан жазадым, ол жалғыз топ болды. Тәуелсіздіктен кейінгі ашылған қазақша жалғыз топ болды. Енді бүгінгі таңда 30 жылды бекітіп қара. 100% қазақшаланған эстрада шоу-бизнес. Этнопопы да бар, этнорогы да бар, анасы да бар, мынасы да бар. Тағы бір секрет ашып берейін ба? Ешкім ойланбайды оны. Мен отбасылық дуэт деген формат әлемде жоқ. Жоқ ол әлемде. Ресейден қарап көрші мысаға. Или Тәжікстаннан, или тағы басқа. Қарап көрші өзің интернеттен. Отбасылық дуэт деген жоқ. Біздің Қазақстанда ғана бар ма? Қазақстанда бар. Оны мен жасадым. Өйткені бізде сол дуэт жағы жетіспей жатты ғой. Мен жасағанша бізде дуэт болған жоқ. Мен Қанатпен Айтгүл апаны айтпаймын. Өйткені ол этнодуэт ол. Домбырамен айтады ол кісілер. Иә. Мен эстрадалық. Сосын мен екі дауысқа бөлген жоқпын. Унисонмен жазадым да. Мен сүйген жүрегіңнің löбөленен айналайын. Қараш, мына сөзді тыңдап бір адам ажырасқысы келе ме мысалға? Дұрыс айтасыз. Осындай әндер көп болатын болса, ол өз алдына бір бөлек идеологиямен бөлек мәдениет. Отан отбасынан қалыптасады да. Онда отбасы қандай болу керек? Міне мынандай болу керек дейсің да. Сахнада көрсетесіз. Иә, біз сияқты 25 жүрген отбасы дуэт әлемде жоқ ешқандай жерде. 100% беремін саған. Енді артымызда қазір тура сондай 49 дуэт қалыптасқан бүгінгі таңда. Тура сондай. 49 санап шықтыңыз ба? Иә. Ішіндегі ең ұнамды жұпсыз үшін. Жоқ, ұнайды, ұнамайды емес. Мәселе, мен сол тенденция болу үшін жасағам да. Сол бүгінгі таңда болды да, Аллаға шүкір. АБК жасаған кезде үштіктер көп болды мысалға. Ұлытау жасағаннан кейін домбыра ұстайтындар көбейді деген сияқты ғой. Иә. Мектеп ашқаннан кейін мектептер ашатындар бар. Құдайға шүкір көбейіп келатыр қазір. Мектептерімізге биыл 15 жыл, Алла қаласа. Соның үлкен концерті болады, 19 мамыр. Мен 1000-ға келем примерно. Түсінікті, рахмет сізге көп.